Ассалаумағалейкум, құрметті біздің YouTube каналдың көрермендері. Бүгін бізде қонақта Нұрсұлтан Мейірбеков. Нұрсұлтан, общем, бізде танысу деген айдар болып отыр да, Азартник сериалының актерларымен. Енді Нұрик, саған бірінші сұрағымыз, сен қай жердің, жалпы қай өңірдің тумасысың? Мен Төле би ауданы Бейнеткеш ауылы, сол Бейнеткеш ауылының азаматымын. Руым Алман, оның ішінде Қоңырберек. Қоңырберек, иә? Ұлы жүз ғой, иә? Ұлы жүз. Аха, рахмет. Келесі сұрақ, сен мысалға оқуды қандай жоғарғы оқу орнында оқыдың және қандай мамандықта? Мен техті бітірдім. Соңғы Қандай? поколение біз болдық. Мұхтар Әуезов атындағы университет, мамандығым ветеринарный медицина, 5 жыл сол жерде оқыдым. Сол мал дәрігер мамандығын бітіріп шықтым. Мал дәрігерсіз ба сонда? Мал дәрігер. Жоқ, ода былай жұмыс істедің ба мал дәрігер болып? Иә, 1 жылдай жұмыс жасадым машин. Бірақ мал дәрігері болып емес енді. Сол салада жұмыс жасадым. Сол салада, иә. Күшті. Кейін Нұрик, саған соңғы сұрағымыз, мысалға адам бос уақытында бір нәрсемен айналысады, өзінің сүйген ісімен, мысалға хобби дейді ғой. Бос уақытыңызда, яғни хоббиіңіз қандай? PlayStation ойнау, не болмаса баня. Баняны жақсы көресіз ба? Баняны жақсы көремін. Баняға барған ұнайды. Күшті. Сіздермен бірге болған? Ау? Қашан барамыз? Баняға қашан барамыз? Құдай қаласа осы бітіре берейік. Спорт боламыз иншалла. Күшті. Сіздермен бірге болған? Нұрсұлтан Мейірбек. Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде Азартник сериалының актері, біздің досымыз Ерлан. Бізде Азартник сериалында Әбу Бандит рөлімен ойнайды. Ерлан, саған сұрағымыз, туып өскен жерің қай жер? Шымкент қаласы, микрорайон спортивный. Ауылың? Бәйдібек ауданы, Борылдай және Түйетас ауылы. Және де, мысалы, жоғарғы оқу орнында қай университетте, қандай мамандықта оқыдың? Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде театр және эстрада шығармашылығы мамандығы бойынша 4 жыл көз майым тауысып білім алғам. Сонда театр актері да? Театр және эстрада шығармашылығы, ол толыққанды театр актері деген мамандық емес. Театр бар и эстрада бар. Күшті. Ерлан, саған тағы да келесі сұрағымыз, өмірде жалпы бос уақытында, яғни хоббиің қандай? Бос уақытында жаяу жүрген ұнайды. Жаяу жүрген? Иә. Хоббиің жаяу жүру, иә? Хоббиім жаяу жүру. Өте ерекше хобби екен. Күшті, рахмет. Болды ма? Иә. Сіздерге де рахмет. Келесі бізде Әбжан бауырымыздан, яғни кинодағы рахабаты мен ұмытып қалдым. Әбжан, ассалаумағалейкум. Әбжан, сенің бір кішігірім сұхбат алғызсақ, кішігірім сұрақтарымыз бар еді. Біздің Азартник сериалының тағы да бір актері. Әбжан, кинодағы атыңыз? Абжаным, Абжит. Өзіңнің атымен ойнайсың ғой? Өзім атым. Әбжан, сенен сұрағымыз, бірінші сұрағымыз, Әбжанның туып өскен жері, кіндік қаны тамған жеріңіз? Баяғы Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтаарал ауданы, Жетісай қаласы. Жетісай қаласының өзінде, иә? Жетісай қаласының өзінде туып өскен. Күшті. Әбжан, сен жоғарғы оқу орнын бәріміз бітірдік қой, енді жоғарғы оқу орнында қандай университетте, қандай мамандықта оқыдыңыз? Көп адамдар кейін біле бастады. Сырдария университеті деген Жетісай ауданындағы, Жетісай қаласының Мақтаарал ауданының орталығында орналасқан Сырдария университетін бітіргем. Магистратура 2019-да магистратура бітірдім. 2016 бакалавр бітіргем. Қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша. Сол Жетісайда, иә? Жетісайдың өзінде. Сырдария университеті, кәдімгі Сырдария құрамасы жайдарман командамыз бар ғой, біздің легенда. Сол университеттің атынан шығасыңдар сендер, иә? Шықтыңдар. Күшті. Келесі сұрағымыз, соңғы сұрағымыз, Әбжан, адам бос уақытында бір нәрсемен айналысады ғой, яғни. Сенің бос уақытында немен айналысасың? Яғни хоббиің қандай? Ұйықтаймын ғой. Ұйқың Бос уақытта, иә, таза ұйықтаймын мен. Ешкім ренжімесін. Бәрін келісетін шашындар, бос уақытта ұйықтайды адам. Ұйықтаған жақсы көресің ғой, иә? Жақсы көргенде ешкім жеп көрмейді, бірақ негізше мойындау керек. Безес андаймын деп айтпаңдаршы, маған ұнамайды. Шындықтарыңды айтсаңдаршы. Күшті, сіздермен болған Әбжан. Келесі біздің қонағымыз, біздің Азартниктің 5-ші сезонының актрисасы, біздің Саида қарындасымыз, досымыз дейікші. Саида, біз сізге бірінші сұрағымыз. Саида жалпы қай жердің тумасы? Негізі таза южанкам. Да? Получается, мамам Шымкенттікі, папам Қызылорданікі. Өзім Алматыда туылғам. Алматыда туылғансыз, иә? Иә. Күшті. Екінші сұрағымыз,
Сайда жалпы сіз жоғарғы оқу орнын қандай университетте және қандай мамандықта оқығансыз? Мен негізі инияз бітірдім. Өнерді бітірген жоқпын. Международный отношения, халықаралық қатынастар факультетін бітірдім. Күшті бізде өнерді бітірген тек қана Дәкен аға ғана болдық, так что бола береді ондай. Өзіміз. Және соңғы сұрағымыз, жалпы адам бос уақытында бір нәрсемен айналысқан жақсы көреді ғой, яғни хобби. Сіздің Саиданың хобби қандай? Айта берсең көп деп қояды Өзің сүйікті бір. Қыста шаңғы тепкенді ұнатамын. Енді Алматыдағылардың бәрі не қылатын шығар, бәрінің хоббиі сол шығар. Шаңғы, қыдырғанды жақсы көремін. Күшті. Шетелге қыдырғанды жақсы көремін деп. Күшті. Андай хобби жоқ па андай? Простой хобби. Күшті жалпы. Кітап оқимын деп. Кітап оқисыз ба? Оқимын. Күшті. Сіздермен бірге болған Саида досымыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кеш жарық құрметті достар, тағы да бүгін бізде келесі қонағымыз, ол әрине біздің Маркс досымыз, яғни кинодағы аты Маркс, шын өмірдегі аты Нұрдәулет, иә? Дәулет дейміз енді, шын аты, бірақ азан қойған аты Нұрдәулет. Иә. Дәукіш, саған бірінші сұрағымыз, жалпы көрермендерге қызықты. Сен жалпы қай жердің тумасысың? Мен негізі Шымкент қаласының тумасымын. Россияда туылғам. Сосын мынау Байтұрсынов мойнында өскен балам ғой негізінде. Бірінші мынау не жақта тұрғанбыз? Иляева бойында. Сосын бертін келе спортивныйға көшіп келдік. Қазір құдайға шүкір Самал 2-де. Жалпы Чимкентскиймін десе? Чимкентскиймін, әке-шешем, бірақ Жетісай жақтан, ата-апаларымыз. Мен сол үшін смело айта аламын, Шымкент қаласынанмын деп. Қаяқтансың десе? Күшті. Келесі сұрағымыз, Дәукіш, сен жалпы жоғарғы оқу орнында қандай университетте және қандай мамандықта білім алдың? Мен Астана қаласында 2012 жылы 2016 жылы аралығында оқыдым. Агротехникалық университет, Сәкен Сейфуллин атындағы. Мамандығым геодезия, картография. В общем, жермен айналысу керекпін ғой негізі. Істегем еще. Істегесің ба? Мен еще істеп, взяткамен ұсталған адамдарды өз көзіммен көргеннен кейін құтым қашып өнерге кетіп қалғанмын. Күшті. Құрақ тыныш дейсің ғой? Құрақ тыныш, қол кірленбейді, таза жұмыс. Күшті. Және соңғы сұрағымыз, жалпы Дәукіш, мысалға жұмыстан бөлек, өнерден бөлек бос уақытыңда немен айналысасың? Яғни хоббиің қандай? Хоббиім, шынымды айтайын, еркекшесі PlayStation ойнағанды жақсы көремін. Сосын жаяу жүргенді, өзің де білесің, жаяу жүргенді өте қатты жақсы көремін. Жалғыз өзім наушник тағып алып, салауатты өмір салтымен. И кітап оқимын деп өтірік айтпай қойын. Күшті жауап бересің. Көп адамдардан сұрайсың ғой, хоббиің қандай, бос уақытыңда немен айналысасың десең, ұйықтаймын деп андай банальный нәрсе айтады екен да? Ұйқы ол өзінің реттілігімен ғой, 7-8 сағат деген бар. PlayStation, иә? PlayStation. Күшті, бір ойнағымыз бар иә. Иә, құдай қаласа. Бүгай екеуміз өте тең ойнаймыз. Әлі кімнің мықты екенін білмейміз екеуміздің арамызда. Күшті, бізбен болыңыздар. Біз сіздерге әлі айдарымыз бар, тағы да сұрақтарымыз қоятын боламыз. Болды, смело, айтарымыз көп әлі. Рахмет. Бүгайдың өшір қойдың ба? Бүгайдың каналына сәттілік, тек қана жақсылық тілеймін, просмотр көбейсін, лайк басып, комментарий жазып отырайық достар. Рахмет. Болды. Кезекті біздің сұрақ қоятын ағамыз Дәкен аға. Дәкен аға, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкумассалам. Қайда қош келдіңіз? Чимкентке қош келдіңіз. Рахмет. Иә, біздің Азартник сериалының тоже актері біздің Дәкен ағамыз. Дәкен аға, сізге бірінші сұрағымыз, жалпы сіз қай жердің тумасысыз? Не үшін керек ол? Жоқ, ана біздің көрермендерге қызық болып отыр да. Көрермендерге ма? Көрермендер болсаңда. Мен Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан деген жер бар, Жамбыл облысы. Сол жерде Жақсылық ауылында дүниеге 1986 жылы. Күшті. Жалпы жоғарғы оқу орнын сіз қай жерде оқыдыңыз және қандай мамандықта оқыдыңыз? Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында. Театральный факультет, актер драмы и кино. Таза өзіңіздің мамандығыңызда? Өз мамандығыммен осы киноға түсіп жүрмін. Күшті. Жақсы көретін мамандығым. Біз бәріміз енді самоучкамыз ғой енді. Енді жалпы өнерге. Әгімнің де бақтарға сыдақ қоясыз ба? Міне аузымнан шыққан қайнап берген жұтып жатырмын. Дәкен аға, енді сізге соңғы сұрағымыз. Мынау жалпы өнерден бөлек, жұмыстан бөлек бос уақытыңызда немен айналысасыз және жалпы хоббиіңіз қандай? Бос уақытында бос уақыт жоқ менде. Жоқ, енді болатын жұмыстан қайтқаннан кейін бір ұйықтаймын десең.
бос уақытта кино ғой негізі, осы кино творчество. Бос уақытта кітап оқимын деп өтірік айтпай ақ қояйын. Бос уақытта телефон шұқылаймын. Телефон шығарып үйде жатасыз да, иә? Үйде жатасыз. Күшті. Сіздермен бірге болған Дайкен ағамыз. Рахмет. Бұгай. Спасибо. Кезекті біздің актеріміз, біздің сұхбат алатын, ол біздің Азартник сериалындағы актер Джуни, шын есімі Ғани. Қош келдің. Қық деген дауыс шықты ма? Қош көрдік. Ғани, саған кішігірім сұрағымыз бар еді. Ғани, сен қай жердің тумасысың? Мен бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысы, Ордабасы ауданы Бөржар ауылының тумасымын. Сол ауылда туып өстің ғой, иә? Иә. Мектепті де сол жақта. Мектепті де сол ауылда бітірдім. Ғани, екінші сұрағымыз, сен жоғарғы оқу орнын қай университетте және қандай мамандықта оқыдың? Мен жоғарғы оқуды Алматы қаласы Алматы технологиялық университетінде инженер-технолог мамандығында оқыдым. Инженер-технолог, не болып істейсің сонда? Егер дипломмен жұмыс істесең? Тоқыма өнеркәсібінің маманы. Тоқыма? Жіп шығаратын. Атуда оқыдың ғой сонда, иә? Иә. Ату командасында ойнадың кейін, иә? Күшті. Әркімнің мысалға өмірде бос уақытында айналысатын ісі бар ғой, яғни хоббиі. Біздің Ғанидың хоббиі қандай? Менің хоббиім үйде жату, ұйықтау, кино көру, сондай. Жалпы хоббиің үйде болғанды ұнатасың, иә? Үйде болған, иә. Үйде демалған. Пассивный отдых жақсы көремін. Күшті. Рахмет, сіздермен бірге болған. Болды ма? Джуни. Өләш, қызық емес қой. Танысу дейді оны. Жоқ, бұл бірінші бөлім. Қызық. Арда. В общем, достар, мен қазір кішігірім ауырып тұрмын, өйткені көзім кішкене бір конъюнктивит па, сондай бір ауыр болып қалды. Бірақ біз сұхбатымызды жалғастырамыз. Бізде келесі қонағымыз Азартник веб-сериалының актері, в общем, игрок Мәкең. Мәке, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мәке, сізге сұрағымыз, сіз қай жердің тумасысыз? Ленгер Бейнеткеш қой. Төре би ауданы Бейнеткеш. Бейнеткеш. Біле білсеңіздер, біздің Мәкең Ногектің ауылдасы, яғни туған ағасы, иә? Иә. Туған, иә? Туған ағасы. Күшті. Мәке, келесі сұрағымыз, сіз мысалға оқуды, жоғарғы оқу орны болсын, қай жерде оқыдыңыз және қандай мамандықта оқыдыңыз? Мен ба? Алғашқы мектепте оқыдым. Мен мектептен кейін. Мектептен кейін айтпай ақ қойсам болмай ма? Жоқ, ештеңесі жоқ. Ленгерде 9-шы неде оқыдым ғой. Кәсіптік колледжде, иә? Қандай мамандықта? Ағаш ұстаз. Күшті мамандық қой? Ағаш ұстаз. Керемет. Келесі сұрағымыз, Мәке, адам бос уақытында бір нәрсемен айналысады ғой? Өзінің сүйіктісімен, яғни хобби дейді. Сонда сіздің хоббиіңіз қандай? Бос уақытыңызда, яғни немен айналысасыз? Мен бос уақытымда негізі. Бос уақытым жоқ менің вообще. Жоқ, болатын шығар енді. Бос уақытымда таксовать етемін болды. Өте, міне, біздің Мәкең байқасаңыздар өте простой. Таксовать еткен өзіңізге ұнайды ғой, иә? Негізі Мәкең миллионер негізі. Хобби, да? Мәкең, рахмет, сіздермен бірге болған. Мен Мұхтар Мейірбеков. Күшті. Достар, біздің келесі қонағымыз, біздің Ақсұлтан ініміз, кинодағы аты Акс қой, Акс, бірінші сұрағым, қай жердің тумасысың? Осы Түркістан облысы Жетісай ауданы. Ауданы ауыл? Жылысу деген ауыл. Халық арасында совхоз Ленин деп айтылады. Совхоз Лениннің адамдары болса, тумасым. комментарий жазып қойыңыздар. Акс, екінші сұрағым, оқуды, мысалы, қай жоғарғы оқу орнында және қандай мамандықта оқыдың? Мен бакалаврды Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан университетінде бітірдім 2024-те. Қазір Өзбекәлі Жәнібеков атындағы оңтүстік Қазақстан педагогика университетінде магистратураны бітірейін деп тұрмын. 2-ші курстан, Құдай қаласа, осы көктем жазға қарай 2-ші дипломды аламын бұйырса. Күшті, магистратураны бітіресің бе? Күшті, қандай мамандықта? Қазақ тілі және әдебиеті пәндерінің мұғалімін даярлау деген мамандық. Күшті, ағамызды әйтеуір білім қуған жігіт осы болып тұр, паукша айтсам. Бакалавр, магистратура екеуі де грант, Аллаға шүкір. Күшті. Соңғы сұрағымыз, Акс, бос уақытында немен айналысасың, яғни хоббиің қандай? Дәл қазіргі хоббиім CS2 деген ойын бар. Counter Strike. CSGO, да, иә? CSGO. Қазіргі аты CS2, сода Faceit Premier деген режимдер бар, соны ойнаймын бос уақытымда. Жалпы бос емес уақытымда да ойнаймын, көп ойнап қоямын негізі. Сон балдармен жиналып
живой доп теуіп тұрамыз, футбол ойнап тұрамыз. Өзімнің құрдастарым, үлкен ағалармен бірге хобби сол қазір. Студияда біраз уақыт өткіземін. Күшті. Сіздермен бірге болған? Ақсұлтан Өтеген, бәріңізге мынау Бақытжан ағамның YouTube каналына тіркелуді шақырамын. Құдай қаласа бұл канал дамиды. 1 миллион подписчик болған кезде дәл осылай сұхбат алып тұруды жазсын. Қалай оқам мынау? Не болды? Қазақ тілін қалай оқам мынау? Не болды? Тұрып алып жаңағы не анау Бақытжан ағамның YouTube каналын шақырам деген. Қалай ол? Тіркелуге шақырамын дедім. Тіркелуді шақырам дедің. Тіркелуді дедің. Мына жұрнағы дұрыс емес мынаның. Мынау қазақ тіл тарихтан, қазақ тіл әдебиеттен мынау топас. Мұғалім Мен болады. айтайын, мұғалім болады еще. Мұғалімдер даярлайды еще. Мүмкін сөз саптауында қате кетуі мүмкін. Бұл үлкен ағалардың алдындағы андай толқу деп қобалжу деп түсініңіздер. Бір жағынан қайнаған болады, ұры жіберуі мүмкін да, сол үшін қорқып тұрмын. Екеуі де қайнаған, бля, қой. Рахмет. Давайте. Вот не айтып отырсың? Достар, біздің келесі сұхбат алатын актеріміз, ол әрине біздің Азартник веб сериалының актері, біздің 5-ші сезонда өз күшті рөл ойнап жүрген Абзар бауырымыз. Абзар, қош келіпсіз. Қош көрдік. Сізге бір кішігірім сұрақтарыңыз бар еді. Болды, қоя бер. Абзар, мысалы, Тұздың рөлін ойнап жүрсіз ғой, иә? Сіз қай жердің тумасысыз? Жоқ, сөйлесін сұрақ. Сұрақтарын ұйқасы күштеген. Созақты кім ғой? Ауыл деген сияқты енді айтсаңшы. Ауылым оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы Құмкент ауылы. Құмкент ауылының тумасысыз ғой, иә? Күшті. Абзар, мысалға оқуды қай жоғарғы оқу орнында және қандай мамандықта оқығансыз? Мектепте сол Құмкентте бітіргем, одан кейін колледж бітіргем. Автотехникум деген колледж бар ғой. Автотехта, иә, Шымкент? Автотехка, сары галстук ше. Соны бітіргем, одан кейін Мұхтар Әуезов университет, сол өнер жағы. Мамандық? Мамандық театр ұжымында жетекшілік деген мамандық бар соның ішінде. Күшті. Кім түсіргенін айтсай, кім үйреткенін айтсай. Ерлан деген жігіт бар. Шымкент Жоо театрында белді әртіс. Самат деген ана кім ойнайды ғой, Күлпашта. Иә, естуім бар. Сол жігіт маған оң солымды үйретіп жаңағы қасықпен тамақ жеу деген сияқты. Старшактарыңыз ғой, иә? Менің старшагым жасы кішкентай, бірақ старшагым университетте. Алғаш түсуге келген кезде, в общем, істеген ғой маған. Этюд деген. Ақшаны кімге бересің соның бәрін? Негізі мен нормаль мамандыққа түсейін деп жатқанмын, сол тартып алған, в общем. Күшті. Және соңғы сұрағымыз, жалпы адам бос уақытында, бос уақытыңызда немен айналысасыз? Яғни хоббиіңіз қандай? Бос уақытта ма? Бос уақытта не істейсің деші? Ештеңе істемеймін негізі, по идее. Мен бос уақытым әшейін жүрумен өтеді. Жүрумен өтеді, иә? Былай. Кітапты оқымайсыз? Кітап оқымаймын. Оқып тұрған пайдалы ғой негізі? Пайдалы шығар, может, білмеймін, оны тексеріп көрген жоқ. Күшті. Сіздермен бірге болған Абзал Төлен. Рахмет.